Мен 1988 жылы Қазақстанға көрші мемлекетте шағын отбасында дүниеге келдім. Отбасымызда әке шешем, әпкем және менен кейінгі сіңлімнен 5 жан едік. Әкем өте момын, 5 саусағынан өнер тамған ұста болатын. Қақ-соқпен шаруасы жоқ, өз жұмысын істеп, демалыстарда ащы судан ұрттап қойып, ешкімге зияны тимей, үндемей ғана өзімен өзі жүре беретін. Ал анам керісінше долы мінезі, адуын кісі еді. Осы мінезіне сай анам әуе бастан-ақ отбасымызды матриархатты орнатқан болатын. Әкем тек табыс тауып әкеледі, ал анам оны жаратып, отбасылық мәселелердің барлығын ақылдаса келе, соңғы нүктесін өзі қоятын. Тұрмыстық жағдайымыз төмендеу болатын. Жалғыз табыс табатын адам әкем еді. Ал анам ешқашан жұмыс істеп көрмепті. Мектеп қабырғасынан шыға салып ақ әкеме тұрмысқа шығып кеткен екен. Содан бері үй шаруасын жасап, бізді дүниеге әкеліп бағып, өсіріп, тігіс тігіп, аздап қана тиын тебен табатын еді. Анамның жолын қуып, әпкемде мектепті бітіре салып, көрші ауылға тұрмысқа шығып кетті. Әпкемнен кейін ізінше мен де мектепті бітірдім. Отбасылық жағдайға қарап жоғары білім алу жайлы сөзде қозғамадым. Жастайымнан ұяң болып өстім. Оның үстіне анама қарап сөйлеуге де қорқатынбыз. Содан анам маған бір күні, байға ти, болмаса жұмыс істеп ақша тап деп мені көкөніс сататын базарға бір құрбысының жанына көмекші етіп жіберді. Онда жұмыс ауыр болатын, таң атқаннан қара кешке дейін жұмыстамын. Қап-қап жеміспен картоп, пияздық сортировать етем. Жәшіктерге саласың, шірік-мірігін қоқысқа жібересің. Укроп, петрушка секілді көктерді біркелкі болмай етіп шіппен орап сатылымға дайындайсың. Бұлайша айтқанда фасовщица едім. Осылай таң ертеңнен қара кешке дейін суық складта салпаңдап жүресің де қоясың. Ал алатын айлығым мардымсыз еді. Сонда да азғантай айлығымды шашауын шығармай, анамның алақанына келіп салатымын. Тіпті қыз болып өзіме қарапайым бір шаш буғыш, опа, далап деген затта сатып алмайтымын. Бір тиынын жұмсап қойсам, анам ұрсады ма деп қорқатымын. Осылай жастайымнан анам мені ауыр еңбекке салды. 2005 жылы туған туыс, ауылдастарымыз Қазақстанға оралман ретінде үдіре көшіп бастады. Сол кезде елдер ойбай елге қоныс аударып келіп жатқан оралман қазақтарға қомақты түрде қаражат беріп, яғни квота, азаматтық беріп жатыр екен. Ол жақта тұрмыс жағдай жақсы екен, барып бар жағдайыңды жасап аласың деп айтып жатқан соң, анамның құлағы ереңдеп, әй, қожабай, үйді сатуға қоямыз. Ар жақ бер жақты жинай бер. Мен құжаттарымызды реттестірейін деп әкеме бұйрықты берді де, өзі құжаттарды реттестіруге ауданға кетті. Қазақстанға көшетінімізге сіңлім екеумізде қатты қуандық. Ол жаққа елге барсақ бүкіл өміріміз өзгеріп, болашағымыз жарық болатын секілді. Іштей көкірегімді керемет бір сезім кернеді. Әкем мен сіңлім үшеуміз 3 бөлмелі кішкентай үйімізде айналасын жинап, қажет деген дүниелерімізді буып түйе бастадық. Алайда сатылымға қойған үйіміз тез арада сұраған бағамызға өте қоймады. Әкем анама бәтес, үйді сатуға асықпайық та, кім біледі. Ертеңгі күні ол жақта барғанда бізді құшақ жайы қарсы алып, қолымызға үй алыңдар деп қомақты ақша ұстата қоятындарына аса сенімді емеспін. Екі ортада үйсіз, күйсіз қаңғырып қалмаймыз ба деп, сенімсіз түрмен қарап еді анам. Әй, қойшы, сен де мүләйімси бермей. Жұртпен бірге көреміз де, осылай отыра береміз бе? Анау күләйша кеткелі 3 ағай болды емес пе? Квотасын алып, сол жақтан жер алыпты. Енді артынан ұлдары барып, үлкен үй салып жатыр екен. Ортанша баласы машина алып, такси болып жұмыс істеп жүр екен. Келіні сол жақта барып босанған екен, тәп-тәуір жергөкпелмен ай сайын пособие алып отыр екен. Мына қыздардың да болашағын ойлайық. Мұнда жарлының күйін кешіп отырғанша, өз елімізге барып, қалқып-шалқып өмірі сүрмейміз бе? Болды, үйді сатылмаса да клубтап кете береміз. Сол жақтан пәтер жалдап тұрамыз. Кейін клиент болса, үйді сатып жер аламыз. Квота алып бізде үлкен үй тұрғызып аламыз, деп кесіп айтты. Анам осыны айтып жатқанында бетіне қан жүгіріп, құдды бір сонда барып барлығын жайғастырып қойғандай еді. Әкем басын қасылап біраз отырды да, қой, олай болса заттарымды жинастырайын деп, орнынан тұрып, сарай жаққа қарай беттеді.
Ішімнен ертерек Қазақстанға көшіп кетсек екен деп асыға, ерекше сезімге толқып жүрдім. Алғаш рет анамның бұл шешіміне шын қуандым. Арада біраз уақыт өткеннен кейін нағашы жұртымызға еріп, буынып түйініп бізде Қазақстанға қоныс аударып келдік. Алматы облысындағы бір үлкен селоға келіп, нағашы тәтеміздің отбасымен бірге иесіз шағын үйді жалдап жайғасып алдық. Мұнда біз жақтан көшіп келгендер көп екен. Өзімді Алматыға емес Қарақалпақстандағы басқа бір ауылға келгенде сезіндім. Нағашы тәтем мен ата-анам күнде ХКО барады әйтеуір, азаматтық квота алу үшін құжат тапсырамыз деп анда да, мұнда да кетеді. Ал сіңлім осындағы жергілікті мектепке барады. Мен де қарап отырмайын деп жан-жағымда айнала шолып қарай бастадым. Бір жұмыс тауып алсам екен деп, өзіміз секілді көрші оралман қыз келіншектермен танысып, сұраса бастадым. Сөйтіп 2 жеті өткеннен кейін сондағы жергілікті жағдайы жақсы бір отбасына үй тазалаушы болып жұмысқа жолдандым. Жұмыс беруші Ғазайка Майра ханым маған: «Жансая, сендер жақтан келгендер үй тіршілігіне пысық болады екен. Сенің алдында істеген жас келіншекте үй тіршілігімен қара жұмыстан қашпайтын. Өте пысық еді. Бар шаруаны жылдам әрі тыңғылықты орындайтын. Сенің алдында да бар шаруаны қатырып істеп кететін. Аяға ауырлап қалған соң амалсыз кетуіне тура келді. Сенде сондай болады деген үмітпен жұмысқа алып жатырмын. Не подводи меня деп күлді деп мені жұмысқа алды. Жап-жақсы айлық беруге уәде етті. Содан үйге келіп анама айтып едім, ол қарсы болмады. Керісінше қуанып кетті. Жансая, квота алғанша жұмыс істегенің жақсы. Құжат жөндеуге де біраз ақша қажет болады, істей бер деді де сосын: «Сүмірейіп жүре бермей жан-жағыңа қарай жүр. Жергілікті отбасында жұмыс істейтін болсаң, солардың таныс туыстарына көз қырыңды салып болашағыңды ойла. Тек осы жердің жігітіне жағдайы тәуір отбасына тұрмысқа шығуға тырыс» деп шегелеп тұрып айтты. Мен шынымды айтсам, тұрмысқа шығу жайлы көп ойлана бермедімін. Өйткені әпкеме қарайтымын. Әпкем бақытсыз еді. Жездем көп ішетін, ішіп алып әпкеме себепсіз тиісіп, қол көтереді екен. 2 рет баласымен үйге жылап келгенінде анам қатыгездік танытып, қайтарып жіберген болатын. Сол кезде әпкемді ойлап жүрегім ауырып, жылап қалған болатымын. Мектеп қабырғасында жүргенімде де бұйығы болып өстім. Бірақ өте реңде едім. Ақ сары қолың шаш, қиғаш қасты ернім оймақтай. Тұла бойымда бір бін жоқ болатын. Қыпша белді аяқтарым оқтай сұлу еді. Тек мінезім өте ұяң болды. Бөтен адамдармен тез тіл табысып кетуім екіталай болатын. Сыныптағы ұлдардың көпшілігі дос болайық деп сөз салғандарында қашатымын. Өйткені отбасылық жағдайымыздың төмендігінен қысылатымын. Бірен-саран ғана достарым бар еді. Соның бірі Айсара атты жалғыз құрбым еді. Сонымен ғана сырласатымын. Ол да болса ауылда қалып қойды. Сөйтіп келгенімізге 2 жетіге жуықтаған уақытта Майраның үйіне домработница болып жұмысқа шықтым. Аптасына 3 рет барып, 2 қабатты үшін үйін жылан жалағанда етіп тазалап кететімін. Майра орталықтағы базарда 2-3 точкасы бар. Шетелден әйелдер киім-кешегін әкеліп сататын. Жолдасы қалада банкте бір бөлімде басқаратын бастық екен. Үлкен қызы студент, одан кейінгі ұлы жоғары сыныпта оқитын. Ал кенже қыздары бақшаға баратын. Кейде Майра осы кенже қызын бақшадан алып келші. Қосымша ақы төлеймін деген соң қолы тимей жатқан кездерінде алып келіп, Қазайкам келгенше ұлы екеуіне кешкі астарын беріп, қарап отыратымын. Әрине, мұным үшін қосымша ақы төлейтін. Сөйтіп көлігімен үйге дейін жеткізіп салатын. Біздің жалға алған үйіміз Майраның үйіне алыс емес еді. Бір ауылда көшенің бас жағында болатын. Бір күні әдеттегідей жұмыстан шығып көшенің бойында жаяу келе жатыр едім. Жаныма әдемі көлік мінген бір жігіт тоқтай қалып: «Қарындас, жаяулатып қайда барасыз?» деді. «Отырыңыз, баратын жеріңізге жеткізіп салайын» дейді. Еңкейіп қарасам, өте келісті, жүзі жылы жігіт екен. Әдетте өте сақ едім. Қырындаған бейтаныс жігіттерге қабағымды түйіп, шандарынан өте шығатымын. Ал мына жігітке өйте алмадым. Шымыя қарап отырған жігіттің көлігіне қалай отырғанымды да білмеймін. Белгісіз бір күш итермелегендей көліктің алдыңғы жағына әлгі жігіттің жанына жайғастым. Отыра салып ақ танысып алдық.
Бұл жігіттің есімі Серік екен. Осы ауылда туып өскен ұлы жүздің жігіті екен. Қалада Алматыда жұмыс істеп, сонда пәтерде тұрады екен. Мұнда ата-анасына келіп тұрады екен. Ол мені үйге дейін апарып салайыншы деп өтінген соң келістім. Сол күні аздап шаршап тұр едім. Жеткізіп салғанына қуанып қалдым. Сөйтіп екеуміз жол бойы танысып, әңгімелесіп келдік. Үйге жеткен соң Шаник дос болып кездесіп, әңгімелесіп тұрса қалай қарайсың дегенде қызарақтап ұяла келістім. Мені Жаник деп еркелете сөйлегені қатты ұнап қалды. Бала кезімнен ата-анамнан жылы сөзді көп ести бермейтіндіктен бе? Жүрегім елжіреп қалды. Сөйтіп Майраның үйіне барған сайын көшеде жан-жағыма алаңдап, Серікті іздейтін болдым. Серік Майраның үйінен 4 үй ғана ары тұрады екен. Ол кездері ұялы телефон деген енді ғана шығып жатқан болатын. Сонда да оны қолы жететін дұрыстайтын. Серіктің ұялы телефонының нөмірінде алмаған екенмін деп өз-өзіме ашуландым. Сөйте тұра кейде ойланып қалатынмын. Маған не болды соншама? Бір көрген жігітті ойлай беріп. Ол маған ештемеге уәде берген жоқ қой. Тіптен ол мені ұнатады ма екен? Әлде жай ғана қырындап ертесінде ұмытып кетті ме екен деп ойым сан-саққа кетті. Бірақ іштей оны ұнатып қалғанымды білетінмін. Бір көргеннен ғашық болу деген осы шығар деп ойладым. Оны көргім келіп, кездесіп қалғым келетін. Ойнақы сөздерімен жымиғаны, тап-тұйнақтай күйінгені, үстінен қымбат әтірдің иісі шығып, көңіліңді ерекше мосайтайтындай еді. Көлігі де өзіне жарасып тұратын, қара көзілдірігін тағып алғанында құдды теледидардағы кинода ойнайтын заманауи актерларға ұқсайтын. Мен ғашық болдым. Осылай жүргенімізде ауылдан 2 баласын алып, кеуінен қашып жылап сықтап әпкем келді. Мен ажырасамын, енді қайтып бармаймын деген соң, анам, ал қашпайың мұнда іздеп келмейтін шығар. Ендеше осында қалда жұмыс істе. Сағанда бала шағаңмен квота туырлаймыз, бірақ ақшаны өзім аламын. Жер алып, үй салуымыз керек деп әпкемді жанымыз қалды. Сөйтіп нағашылардан бөлініп, менің хозяйкамның үйінің алдындағы 3 бөлмелі времянкасына көшіп кетті. Майраға да менің жанында тұрғаным ыңғайлы еді. Ал маған Серіктің үйіне жақындағаным қажет еді. Тым болмаса оны күнде көріп тұрсам дейтінмін. Бұл кезде әкемде бір мекемеге ұста ретінде жұмысқа орналасып еді. Әпкемде көп ұзамай базар жақтағы бір дәмханаға ыдыс жуушы болып жұмысқа орналасты. Серікпен танысқалы 1-7-дей уақыт өтіп еді. Серік сол кеткеннен көрінбеді. Содан көңіл күйім болмай жүрген болатын. Бір күн әпкем мұнымды байқап, мені сыртқа алып шығып сөзге тартып, екеуміз бақшада отырып біраз әңгімелестік. Мен әпкеме ғашық болып қалғанымды айтып едім, ол күлді. Сөйтті де Серік жайлы тәлпіштеп сұрап алды да: «Жансая, сен тым аңғалсың. Құдая өзге қалада емес, үйі жанымызда тиіп тұр екен ғой. Ондай жігіттен айырылмау керек. Неменесіне ойланып жүрсің? Жақсы көріп қалсаң, үй жағына барып көріп қайт. Алғашқыда қадамды өзің жаса. Демалыс күндері келетін болса, демек бүгін келгенде шығар. Алматыны көрсетші деп сылтауратып кездесуге шақыр деп бар ақылы айласына үйретті». Сол күні әпкем екеуміз кешкісін жай серуендеп жүргенге ұқсап, Серіктің үй жағына бардық. Дарбазасынан ақырын сығалап қарасам, көлігі тұр екен. Мұны көріп қуанып кеттім. Жүрегім дүрсілдеп сала берді. Әпкеме ақырын ғана: «Үйінде екен. Қаладан келгенге ұқсайды» деп едім. Әпкем: «Үйлерінің телефон нөмірін біліп алайық». Сосын звондайсың деп әпкем сол көшедегі дүкенге кіріп, сатушы тәтеден Серіктің үйінің тел нөмірін сұрап алып шықты. Сөйтіп үйге барғаннан кейін Майраның үйіндегі телефонның Серіктің үйіне хабарластым. Ғашықтық сезімі ғой. Мені мұндай қадамдарға итермелеген. Оның үстіне анам да құлағыма құя беретін: «Жақсы отбасына жергілікті жігітке тұрмысқа шық» деп. Содан тұтқаны әйел кісі көтерді. Анасы болар деп шамаладым. Амандасып, Серікті сұрап едім. Ар жағынан айқайлап шақырып жатты: «Секөш, тұтқаны алшы. Құрбаларыңның бір хабарласып жатыр» деп шақырды. Серіктің дауысын естігенімде тұла бойым бір түрлі шымыршып кетті. Амандық сұрасып хабарласқаныма таң қалмады. Өйткені үйінің тел нөмірін өзі бердім деп ойлап қалды. Сөйтіп кешке кездесетін болдық. Сол күні Құдай жар болып, ата-анам Қарақалпақстандағы үйді сатылатын болып, шұғыл жиналып түстен кейін жолға шығып кетті.
Әпкем кешкі кездесуге мені барынша дайындап, асықпай қыдырып кел деп шығарып салды. Серік көлігімен дарбазаның алдына келіп тұр екен. Барынша әрленіп, сәнденіп шыққан маған басымнан аяғыма дейін тамсана қарап қалғандай еді. Сөйтіп менің өтінішім бойынша Алматыны қыдыртуға қалаға алып шықты. Мұнда келгенімізге біршама уақыт болса да қаланы көрмеген болатынмын. Алматы әсем қала, арман қала деп босқа айтпайды екен ғой. Көшедегі шамдардың жарықтары шағылысып, түнгі қалам керемет әдемі еді. Серік қаланы таныстырып келеді, өзі сондай келісті жігіт еді. Ойнақы мінезі, сөйлеген сөзі, әтірінің иісі адамды ерекше бұрып алатын еді. Сол кеште алғаш рет жігіттің құшағын сезініп, алғаш сүйістім. Бірақ одан араға бармадық. Мен Серікке пәк екенімді айтып едім. Ол түсінгендей болды. Сөйтіп, сол кештен кейін кездесіп тұратын болып келісіп, ол мені үйге дейін әкеліп тастады. Келген соң әпкем кездесу қалай болды деп сұрап еді. Мен еш жасырмай бүкпей барлығын айттым. Сонда әпкем, Жансая, сен пәкпін деп өзіңше болып жолатпай қойсаң, ол саған үйлене қояды деп ойлама. Мұнда не көп, қыз келіншектер көп. Өзіне керегін басқадан да тауып алады. Мен Серік жайлы сұрастырып білдім. Артынан жүгіретін қыздары көп екен. Осы ауылдың серісінің біріне ұқсайды. Қалада қалыңдығы да бар дейді ме? Общым оны сүйсең, бақтың үшін күрес дейді. Сонда мен не істеймін деп едім. Оған берілесің де. Аяғым ауыр, мен аласың, болмаса анам мені, мінезі жаман, сені сотқа береді деп айтасың. Әке шешесі осы ауылдағы абыройлары үшін ұлдарын үйлендіреді. Әкесі ар-ұят пен намысты жоғары қоятын, тек дәулет екен. Болмаса басқалай сүйгеніңе тұрмысқа шыға алмайсың. Оны қалыңдығынан тартып алуың қажет деген соң ойланып қалдым. Сөйтіп мен әпкемнің ақылын тыңдап, сол түні Серікпен бірге қонақ үйде қонып қалдым. Ештемені ойламадым, ғашығымның құшағында сезімге беріліп, махаббатқа мас болдым. Мен еш қарсылықсыз Серікке беріле салдым. Таңертең ол менің пәк екеніме көзі жетті. Алайда бұл ісіне өкінгендей болды. Әлде маған солай көрінді ме, әйтеуір көңіл күйі болмады. Жаник, сені таксиге салып жіберейін. Маған жұмысқа бару қажет деп селоға таксиге отырғызып жіберді. Бар ойым қайтсем де өзім ғашық болып, құлай сүйген жігітке тұрмысқа шығу еді. Серіктің отбасы анамның да көңілінен шығары анық еді. Ал Серік мені аяп, шұбатпақ болып, көңілімді көтермек болып дәмханаға барған болатын. Қайтарда үйге жеткізіп салмақ болып еді, мен үйге барғым келмей тұр деген соң, қонақ үйге апарды. Бір бөлме жалдап екеуміз сонда бірге болдық. Мен еш қарсылықсыз Серікке беріле салдым. Содан көңіл күйім тамаша болып үйге келе сала, болған жағдайдың барлығын әпкеме баяндап бердім. Сөйтіп едім, әпкем, енді ол жігітті өсіңнен шығарма. Қалайда соған тұрмысқа шығатын бол. Ауылға келген сайын жанынан табылатын бол деп нықтап айтты. Сөйтіп мен Серік келген сайын ебін тауып кездесетінмін. Үйіне звондап, болмаса үй жағынан кездесіп қалғандай көлігінен түспейтін болдым. Осылай жүргенімізде арада бір ай уақыт өткен соң, аяғым ауыр екенін білдім. Мұныма қатты қуандым. Сөйтіп Серіктің қаладағы жұмысына хабарласып, шұғыл келуін өтіндім. Ол аптаның соңында келемін дегеніне қарамастан шақырып алдым. Сөйттім де аяғымның ауыр екенін айттым. Серік аса қатты қуана қойған жоқ, түрі бозарып кетті. Жаник, мен саған ештемеге уәде берген жоқпын. Мұнан ақшаны алдырып таста деді. Одан мұндайды күтпеген едім. Мені сүймесе де, бейкүнә шарананы ойламағанымыз деп, көз алдым тұманданып кетті. Сөйтіп қолымдағы ақшаны жұлып алдым да, оңбаған екенсің деп көліктің есігін жұлқи ашып түсіп бара жатыр едім ол артымнан. Өзің емес пе маған жабысып, артымнан жүгіріп жүрген деп, жатқанында екі қолымнан құлағымды таржо. Ызаға булығып жылап, үйге қарай жүгіре жөнелдім. Ол болса жанымнан зу етіп шаңдатып өте шықты. Теңселіп үйге әзер жеттім. Кіре салып төсекке етбетімнен жата қалып, солқылдап жылай бердім. Бұл кезде анамдар әлі ауылдан келмеген болатын. Жаныма әпкем келіп, «Әй, қызау, не болып қалды?» деп сұрап жатыр. Мен жылаған күйі әпкеме болған жағдайдың барлығын айтып бердім. Оған да ренжідім. «Сенің ақылыңды бекер тыңдаппын, енді не істеймін?» Ойнап жүріп от бастым.
Аяғым ауыр, ал Серік болса алдырып таста, үйленбеймін деп кетті. Не істеймін енді деп солқылдай беріп едім әпкем. Болды, соған бала жылап от жатырсың ба? Онымен өзім сөйлесемін. Сен үндеме, көресің. Өзің ақ келіп, сен алып кетеді. Болды, жылама. Барлығын өзім реттеймін деді. Мен таңданып қарадым да қалдым. Түнімен ұйқысы жылай-жылай екі көзім бұлаудай болып ісіп кетті. Тек таңға жуық қанат талмаусырып ұйықтап кетіппін. Бір кезде әпкемнің жұлқылап жатқанын оянып кеттім. Басымды көтерсем, қулана қарап жанымда әпкем тұр. Әке, не болды? Сонша жұлқылап. Тыныштық па десем, әпкем жымиып күледі. Сөйтіп жылауығым-ау, дайындала бер. Осы демалыста Серігің сені алып қашатын болды дегенде өз құлағыма өзім сенбей. Не дейсің әпке? Қалай сонда? Ол кеше ғана маған деп жатқанымда әпкем мән-жайды тәптіштеп түсіндірді. Әпкем таңертең тұра салып ерте Серіктің үйіне барыпты. Сөйтіп Серік қалаға кетіп қалмай тұрып ата-анасымен, өзімен отырғызып қойып сөйлесіпті. Бар жағдайды айтыпты. Содан Серік үйленбесе, анамыздың мінезі жаман. 18-ге толмаған қызымызды зорлады деп сотқа береміз депті. Содан анасы қобалжып қан қысымы көтеріліп кетіпті. Ал әкесі өз ісіңе жауап бересің депті. Бұл жағдайда бейкүнә сәби зардап шекпеуі керек деп, үйленбеймін деп тұрған Серікке айқайлап ұрысып тастапты. Сонымен осы аптаның соңында анамдар келе салысымен Серік мені алып қашатын болып келісіп келіпті. Мұны естігенімде қуана алмадым. Серік маған үйленгісі келмейді. Демек мені жақсы көрмейді ғой деп әпкеме айта бастап едім. Әпкем, ой, қойшы соны. Махаббат сүю дегенді. Жездең мені сүйем күйем деп үйлендік емес пе? Соңында не болды міне? Ұрып соғып мал қылып жібергісі келді. Әрең қашып құтылдым. Ал сенің жағдайың басқа. Мен сүйгеніңе тұрмысқа шығасың. Сенің махаббатың екеуіңе де жетеді. Оны алдап сулап өзіңе қаратып аласың. Бастысы отбасы екен, жақсы екен. Үйлері үлкен, кең сарайда. Жағдайлары да жақсы екен. Серігің ішпейді, білімді, тұрақты табысы бар жігіт. Осындағы талай қыздардың арманы болған жігітке сен тиейін деп жатырсың. Қайта қуанбайсың ба? Мен сен үшін жүгіріп жүрмін ғой деп ұрса сөйлеп бастаған соң, жарайды деп қоя салдым. Содан анамдар келген соң аптаның соңында әпкем менің жымымды білдірмей үйден шығарып салды. Дарбазадан шықсам Серіктің көлігі тұр екен. Алайда рөлде басқа жігіт отыр. Мен оны көре салып тоқтап тұрып қалып едім. Көліктің артқы есігі ашылып, «Дорогая, я здесь, иди сюда» деген Серіктің даусы естілді. Ақырын барып қарасам Серік отыр. Ішіп алыпты. Қызу екені көрініп тұр, оның мұндай түрін алғаш көрдім. Содан артқа шегінер жол жоқ, жанына жайғасып отырдым. Содан көлік орнынан қозғалып, Серіктің үйіне қарай емес, орталық жаққа қарай кеттік. Сол кеште Серік 2-3 көлік сыныптастарымен әбден тойлатты. Сөйтіп таңға жуық қана үйіне апарып, ана мен туыстарын басыма ақ орамалын жауып, келін етіп түсіріп алды. Келін болып түскен жерім жақсы еді. Ата-енем адал, жанашыр, жайлы жақсы жандар еді. Ал үлкен қайнағам отбасымен Астанада тұратын. Келже қайнаным жақында жоғары оқу орнын бітіріп, жаңадан жұмысқа орналасқан екен. Күндіз үйде енем екеуміз ғана қалатынбыз. Келін болып түскелі басымнан орамалым түспей, үлкендерге сәлемімді салып, осы үйдің бар шаруасын дөңгелетіп алып кеттім. Ерте тұрып сиыр сауып, сүтін пісіріп, тауықтарды шығарып, жаңа туған жұмыртқа мен таңғы асқа неше түрлі дәмді тағамдарды дайындап қоямын. Үй ішінде жылан жалағандай етіп тазалап қоямын. Ауланы да сыпырып сиырып, сарайдың ішіне дейін тазалап қойдым. Енемнің ескірген жүгін көрпе төсегінде жаңалап мұнтаздай етіп, бір тыным таппайтынмын. Жастайымнан үй тіршілігін жасап, ауыр еңбекке жығалдық. Мұның барлығы маған таңсық емес болатын. Ата-енемнің маған көңілдері толып, мейірлері түсіп, батасын беріп жүрген. Тек күйеуім екеуміздің арамызда бір салқындық болды. Түнде бір төсекте жатқанымызбен күндіз бөтен адамдардай болып жүретінбіз. Серік маған үйленгелі қаладағы жалдамалы пәтерінен кетіп, жұмысты үйден қатынап істейтін болды. Алайда кей күндері жұмыс көп, кеш болып кетті, жанымдағы жолдастарымның күнде қонып қаламын деп қалып қоятын. Сондай кездері түнімен ұйықтай алмайтынмын.
Үнсіз ғана көз жасыма ерік беретімін. Оның бұрынғы қалыңдығын ұмыта алмай, соған барып жүргенін ішім сезетін. Алайда сыр бермеуге тырысатымын. Екеуміз жаңадан танысып жүргенімізде Серіктің ұнатып, кездесіп жүрген қызы болған екен. Алайда ол Серіктің 4 жас үлкендігі бар. Және ажырасқан келіншек болған соң, анасы қарсы болған көрінеді. Бірақ сонда да Серік ата-анасынан жасырып, сол келіншекпен кездесіп жүретінге ұқсайды. Маған үйленгеннен кейін де сол келіншекке барып жүреді екен. Оны мен Серіктің ұялы телефонынан, екеуінің бір-біріне жазып жүрген хабарламаларынан көріп қалдым. Сонда да күйеуімді сүйетіндіктен ол жайлы сөз қозғамайтынмын. Арамыз одан ары суып кетер деп қорқатынмын. Сондайда менің көңіл күйім енем сезеді ме? Бір де маған, Жания, сен қамыға берме. Құдай қаласа сәбиіңді қолыңа алғанда Серік әке атанып, бар жауапкершілікті сезінетін болады. Әлі сені жақсы көріп кетеді деп көңілімді жұбатты. Сөйтіп межелі уақытым жетіп, шекесі торсықтай Серіктен аумайтын ұл босандым. Ата-енем ұл немерелі болғандарына қатты қуанды. Өйткені үлкен абысынымда 5 қыз болатын. Алғаш рет енеммен барып өзеге түскенімде-ақ ол деп айтқан болатын. Содан бері ай сайынғы дәрігер қабылдауына ата-енем көліктерімен апарып әкеліп жүретін. Роддомға да сол кісілер апарған болатын. Ал күйеуім үнемі жұмыста қолы тимейді. Тіпті босанғанымда да 3 күннен кейін шығарып алуға бірақ келді. Сол кезде медбике ұлымызды қолына ұстатқанында күйеуімнің көзіне жас салып, ерекше толқығанын байқадым. Содан бері енем айтқанында күйеуім күрт өзгерді. Күнде кешкісін жұмыстан үйге ерте келетін болды. Кіре салып памперсі бар ма, влажный салфеткасы бар ма, сүті бар айтқан затымның барлығын алып келетін болды. Маған да қарым-қатынасы өзгере бастады. Жар төсегімізде бұрынғыдан қарағанда ыстық бола бастады. Мені өзі жақын тартып, мерлене құшып, сүйіп еркелетін болды. Алғашқы кездескен кездегі Серіктің қалпына түсе бастағандай еді. Мен ұл тапқалы айналамдағылардың барлығы мені алақандарына салып, ұлымды қолдан қолға алып, құйрығын жер ескізбейтін болды. Демалыс күндері біз ұйықтап жатқанымызда енем ақырын бөлмемізге кіріп, ұлымызды алып кететін. Сөйтіп атам екеуі орталарын алып шүдірлесіп, еркелетіп ойнатып отыратын. Мен нағыз бақытты осы кезде сезіне бастадым. Ұл тудым деп күйеуім мені жақсы көреді. Ата-енем алақандарына салып отыр деп. Дәрежем көтерілгенде еркінси бастадым. Оның үстіне анам мен әпкем жиі келіп, сен осы үйдің болашақ хозяйкасысың. Күйеуіңді енді ашсаң алақаныңда, жұмсаң жұдырығында ұста. Сүмірейіп жүре бермей, анау ата-енеңе айтып, сөйлеші. Осы ауылдың бас жағындағы жерлерін бізге жарты бағасына сатсын. Құда-құдағимыз ғой, әлі не жері ала алмай, не үй сала алмай жүрміз. Сені күйеуге беріп жергілікті отбасында тілің ұзын болсын деп, жасауыңа бесігіңе қанша ақша жұмсап, құдалық жасадық. Үй мен квотаның біраз ақшасын жұмсап тастадық. Пәтерақы бар, ішіп жейтініміз бар. Жақсы жерге тиіп алып, не ішем, не жеймін демей, бізді мүлде ұмытып кеттің. Бізді ойламай жатсың мұнау, деп келген сайын міндет қылып, миымды ашып кететін. Содан мен ақырындап жер туралы күйеуіме айта бастадым. Ол басында үнемейтін, кейін Жансая, ол жерді әкем маған алып қойған. Бұйыртса Талғат үйленсе сол жаққа үй салып, бөлек кетеміз. Былтыр ғана биік етіп үлкен үйдің фундаментін қойып, қоршап қойдық. Енді үйді бастаймыз. Оны қалай сатамыз сенің әке-шешеңе? Басқа жақтан арзандау жер қарасын деп кесіп айтты. Даудың басы Дарабайдың ала серінен басталды дегендей, отбасымыздағы кереңсіздік осы жер мәселесімен басталды. Анама түсіндіріп айтсам да түсіне қоймады. Сен бізді ойламайсың. Байғай дейдің болды, жағдайың жақсы. Не ішем, не киемін демейсің. Үй жайың бар, жылы үйде жатырсың байыңның қойнында деп қатты айтатын. Анамның мұндай сөздер көңіліме қатты дейіп, жүйкемді жұғартып жіберетін. Амал жоқ, іштен тынып жүрет беретімін. Сөйтіп ұлымның 1 жасқа толған туылған күнінде анам шарапқа қызып қалып, баяғы жерде айтып, адам екеуі елдің көзінше сөзге келіп қалды. Содан анам ренжіп, әкем екеуі ұрсып кетіп қалды. Сол кезде қайтам, қайғайдағы қаңғып келгендерге басындырып қоймаймын. Әркім өз өрнін білінсін дегені сөз жүрегіме қанжардай қадалды. Атам бұлай айтады деп ойламап едім.
Ол кісі де аздап ащы судан ұрттап алған болатын. Қызып қалды ма, ашуланды ма, әйтеуір осылай қатты айтып жіберді. Содан мен ренжіп бөлмеме кіріп Серікке дүрсе қоя бердім. Адамның бізге тіл тигізгеніне қатты ренжідім. Одан қалса баяғы Серікке деген өкпе ренішім бар. Барлығы жиылып бірақ шығып кетті. Эмоциямен ашуға бой алдырып ұлымды алдым да ата-анамның соңынан мен де үйден шығып кеттім. Артымнан Серік шығып, баламен қайда барасың? Тоқтай дей беріп еді, алдымнан әпкем кіріп келді. Сөйтіп болды ата-анамызға бізге тіл тигіздіңдер деп ұрсып мені жұлғылап, алдына салып алып кетті. Ата-анам мен тұрмысқа шығып кеткеннен кейін де Майраның фременкасына жалдап тұрып жатыр еді. Әпкем менің орныма домработница болып Майраның үйінде жұмыс істеп жүрген болатын. Анам жылап барғаннан кейін әпкем ашуланып біздікіне келген екен. Тура сол мезетте мен де Серікпен ұрсып, үйден шығып бара жатқан болатынмын. Сөйтіп әпкеммен бірге мен де Майраның үйіне кетіп қалдым. Ата-енем үнсіз қарап қала берді. Серік жұлқынып бірдеме деп жатыр еді, енем мен қайным, қойшы Серік, ашуы басылған соң қайтып келеді ғой деп, әрі қарай үйге алып кетті. Содан үйге келсе, анамның зәрі бетіне шығып ашуланып отыр екен. Мені көріп, әке шешеңе тіл тигізіп жатқанда қалай ғана қарап отырар екенсің деп едім. Намысың бар екен ғой. Осыдан қарап тұрсын, көрсетемін мен оларға. Немересін бір көруге зар қыламын. Енді бармайсың ол үйге деп дірілдеп ашуланып маған әбден сөйлеп алды. Сөйтіп ертесінде анам көрші ауылдан бір үйдің фременкасын сөйлесіп, жалға алып Майраның үйінен шұғыл көшіп кеттік. Тек әпкем сол жұмысында істей беремін деп қала берді. Сіңлім де сол ауылдағы мектепте жоғары сыныпты аяқтаймын деп қатынап оқитын болды. Сөйтіп бір-ақ күнде шаңырағым шайқалып ортасына түсті. Мен ол кезде тым жас едім. Анамның ықпалынан әпкемнің өз сөзінен шыға алмадым. Арада 3 күн өткен соң артымнан үлке алып кетуге күйеуім келіп еді. Анам аузына келгенін айтып ұрсып, қарғап сілеп қуып жіберді. Тіпті ұлымызды да көрсетпей қойды. Сонан кейін де Серік 2 рет келді. Соңғы келгенде үйде ешкім жоқ болатын. Мен сыртқа шығып дарбазаның алдында біраз сөйлестік. Жансая, ашуың тарқаған шығар. Жүрші үйге алып кетейін. Ұлымды қатты сағынып жүрмін. Атасы мен апасы да қатты сағынып жүр. Әкем сол айтқанына қатты өкінеді. Барымызды ойласаңшы. Дегенде іште жүрегім ауырып, Серікпен бірге кетіп қалғым келді. Осы кезде әпкем келіп қалып, мені үйге шылқылай жүгіргізіп жіберді де, ол да тура анам секілді Серікке аузына келгенін айтып ұрсып, дарбазадан құлыптап қойды. Кейін анам келіп маған және ұрысты. Сол күні жаным күйзеліп кетті. Күйеуімді қатты сағынып жүретім. Оған қайтқым келеді. Оны қимадым. Алайда сол баяғы адамнан қорқып, солардың ықпалынан шыға алмадым. Содан арада біраз уақыт өткеннен кейін қайныным үйленді деп естідім. Содан кейін үлкен бастарын иіп ата-енем келді. Немерелеріне киім-кешек, тәттілер алып келіпті. Мен алып кеткілері келіп еді, анам мүлде көкірегін керіп, шайпа ауызданып көргенсіздігін танытып, тағы да аузына келгенін айтып ұрысты. Қаңғып келгенді көрсетемін сендерге. Далада жатқан қызым жоқ. Немерелеріңді көруге зар боласыңдар. Сендерден де жақсы тұратын боламыз, көресіңдер әлі деп, әкелген заттарын беттеріне лақтырды. Сол жағдайдан кейін олар мүлде келмейтін болды. Серік те сол мол кетті. Артынан іздер деп қайта келмеді. Мен баламды анама тастап орталық базарға саудаға шықтым. Әпкем мен сіңлімнің Серік жайлы сұрасам дым айтпайтын. Әйтеуір қайнанымның әйелінің аяғы ауыр екенін айтатын. Ал Серікті ауылда мүлде көрмейміз дейтін. Сөйтіп базардағы жанымда тұратын сол ауылдың келіншектерінен сұрасам, қалаға кетіп қалған екен. Осы кездері өзімнің ойланбай істеген әрекетіме қатты өкіне бастадым. Мен Серікті артымнан келе береді. Баласы үшін 100 рет келсе де анамды көндіріп алып кетеді деп ойлаушы едім. Уақыт өткен сайын бар үмітім жылтылдап сөне бастағандай еді. Осылай басымдағы бағым бұлбұл ұшты. Менің құжатым дұрыс болмағандықтан Серікпен заңды түрде некеге тұрмаған едік. Мен өзім кеткендіктен оған ешқандай шарт қоя алмадым. Алиментке де бермедім, әкем мен анам ұлымызды өз тегімізге жаздырып алды. Сөйтіп бір жолата ара қатынасымыз үзілді. Сыртым бүтін, ішім от болып, жанып күйіп қала бердім. Өмірі өз ағыммен жүріп жатты. Ұлым өсіп келе жатты.
Оған қараған сайын күйеуім есіме түсе беретін. Құдды әкесінің аузынан түсіп қалғандай еді. Осылай жүргенімде бір күні әпкем қалаға кететін автобекетте Серікті көргенін айтты. Такси тұрағынан бір қызды күтіп алып, бетінен сүйіп, қолынан ұстап көлігіне отырғызып кетіп қалыпты. Мұны естігенде жүрегім алабұртып, ішім от болып күйіп кетті. Сосын және бір күні сіңлім, бүгін сабақтан қайтып келе жатқанымда Гүлайдың дүкенінде жездемді көрдім. Шанында шашын жайып алған әдемі бір қыз бар. Қаланың қызы секілді. Екеуі қол ұстасып алып, сөреден үлкен коробка шоколад сатып алды. Мені көрсе де көрмегенсіп жанымнан өтіп кетті. Сөйтіп әлгі әдемі қызға көлігінің есігін ашып отырғызып, артқа қарап тұрған маған жымиып бір қарады да көлігіне отырып кетіп қалды дейді. Қызғаныштан ішім оттай лаулады. Түрімді тігіп кеткен болуы керек. Сіңлім маған таңдана қарап, әпке, саған не болды? Түрің бұзылып кетті ғой деп сұрап жатыр еді. Мен орнымнан атып тұрдым да сыртқа шығып кеттім. Сөйтіп үйдің артына барып отыра қалып солқылдап жыладым. Өкініш пен қызғаныштан ішім өрт болып лаулады. Содан бері өмірімнің мәні жоғалғандай еді. Тек ұлым үшін ғана өмір сүретіндей едім. Тіршілік етіп, осы баламды ел қатарлы өсірсем дейтінмін. Үмітім өшіп, тағдырыма мойынсынып, күйеуімнен күдерімді үзе бастағанымда бір күні базарда кездейсоқ Серікті көріп қалдым. Екеуміз бір-бірімізге қарама-қарсы жолығып қалдық. Жүрегім дүрсілдеп, кеудемнен шығып кетерде аяқ қолым дірілдеп қатты толқып кеттім. Ол да мені көре салып күл тоқтап қалды. Сөйтіп артқа шегінуге қысылды ма, жаныма келіп амандасты. Мен де ішкі күйімді білдірмейін деп ернімді жыбырлатып қана саулық сұрасқандай болдым. Бір байқағаным, күйеуім жүзі шажарланып, толысып бұрынғысынан да сымбатты болып көрінді. Алғаш тұрағаны ұлымыздың жағдайы еді. Сосын жансая мен ұлымды тастаған жоқпын. Оны бір сәтте де есімнен шығарған жоқпын. Тіпті күн ара сыртынан бақылап қарап жүрмін. Әрине, мұны сендер білмейсіңдер. Ұлым кейін ес білгенде мені сұрары сөзсіз. Сол кезде мен жайлы жаман сөз айтпағаныңды қалаймын. Өйткені барлығына өзің кінәлісің. Шешең мен әпкеңнің сөзін еріп, қайтып келмей қойдың. Осынына түсіндіріп айтарсың. Ал қазірше баламның бағына аман бол. Дегенмен оны дүниеге әкелген анасысың. Ал мен бүгін үйленгелі жатырмын дегенінде біреу төбемнен суық құйып жібергендей болды. Сасқанымнан, кімге деп сұраппын. Сөйтіп едім, ол маған таңдана қарады да, өзімнің адамымды таптым. Барлық жағынан ұнатып, сүйген жақсы бір жанға деді де қош болып тұр. Ұлыма бірдеңе қажет болып жатса, мені қайдан табатыныңды білесің деп, қош айтысып кете барды. Мен сол жерде оның артынан қарап состиып тұрдым да қалдым. Сонымен Серік жергілікті жердің сұлуда білімді қызына үйленді. Сол күні қалыңдығын алып келуге барғалы жатыр екен. Сөйтіп 2 күннен кейін орталықтағы тойханада дүркіретіп тұрып той жасады. Ер адам солай екен қой. Қатын жолда бала берді дегендей менімен ажырасып кеткеннен кейін көп ұзамай-ақ үйленіп алды. Ал анам болса бір күнәс баламның обалына қалып, оны әке мейірімнен ада қылдым. Онымен қоса ажырасқан келіншек деген атаққа ие болдым. Осының барлығы маған ауыр өте тиді. Шүйкем сыр беріп, күйеуім үйленгенде басымды көтере алмай ауырып қалдым. Шүйкем сыр беріп, күйеуімді үйленгенде басымды көтере алмай ауырып қалған едім. Осы кезде анам түк болмағандай, тағдыр ғой жансая, пешенеңе жазғаны осы шығар деп мені жұбатпақ болғанында қатты зам келіп, барлығына сіздер кінәлісіздер. Ұлым екеумізді бақытсыздыққа душар еттіңіздер. Шап жақсы отбасымнан, сүйген жолдасымнан айырдыңыздар. Сіздің жалған намысыңыз бен нам піскен көкірегіңіз кімге керек еді? Деп өз-өзімді ұстай алмай, анам мен әпкеме қатты айтып тастадым. Сөйтіп едім, анам үндемей қалды. Ал әпкем болса, неменеге сонша долданасың? Өзің емес пе? Балаңды алып жетіп келген. Немене сол Серіктен басқа жігіт құрып қалыпты ма? Шап жассыз, әдемісің. Не болды сонша? Күйзелісіп. Саған да біреу табылар, болды енді, өзіңе кел. Есіңді жи, апама неменеге бағжаңдайсың. Балаңа қарап өсіріп отыр, есіңді жиып шымысыңды істе деп алдымен өзімді кінәлап шықты. Содан әпкеме дауа жоқ екенін түсініп, көз жасымды сығып алып, орнынан тұрып жүгіріп ойнап жүрген ұлымның бетінен сүйдім де базарға саудама кеттім. Жол бойы өз-өзіме келе алмай, бүкіл жер дүниеге сыймай, қатты жүрегім ауырды. Мен отырған таксидің жүргізушісі жас жігіт айнадан маған қайта-қайта қарап, қарындас, бір жеріңіз ауырып тұр ма? Сізде барлығы жақсы ма деп сұрап еді. Өз-өзімді ұстай алмай еңкілдеп жылап жібердім. Сөйтіп едім, ол сасқалақтап қалды.
Сөйтті де жол жиегіне тоқтап, қарындас, жыламаңыз. Не болды сізге? Ауырып отырсыз ба? Әлде бір жақыныңыздан айырылып қалдыңыз ба деп бөтелкедегі суын ұсынып, шырпыр болып кетті. Мен өксігімді баса алмай судан аздап ұрттадым да, ең жақын адамынан айырылып қалдым деп едім шофер жігіт. Иманды болсын. Сабыр сақтайыңыз деп жатыр. Өзі бір көңілі жұмсақ, жанашыр адам екен. Содан есімді жиып, әлгі жігітке рахметімді айттым. Ол болса телефон нөмірін беріп, бір көмек қажет болса хабарласыңыз деп есімін айтып, танысып қалдық. Сөйтіп мені базарға дейін апарып салды. Жолақымды да алмай қойды. Содан кейін көңілім аздап орнына түскендей болды. Өмір өз ағыммен өтіп жатты. Жанымдағы Серіктің ауылының келіншектерінен ол жайлы жаңалықтарды естіп отыратын болдым. Серік үйленгеннен кейін көп ұзамай ұлды болыпты. Содан әлгі даулы болған жерге үлкен үй салып, әйелі екеуі сонда еншілерін алып бөлек шығыпты. Мұны естігенде және көңілім бұзылды. Серікпен ажыраспағанымда сол үйге мен көшіп барар едім. Мүмкін және балалар болар ма едік. Енді менің орнымда әлгі сұлу, білімді әйелі Серігімнің жанында бақытты ғұмыр кешіп жатыр. Енді ол меніңкі емес, ана әйелін құшақтап ұйықтайды. Соны сүйіп аймалайды деген ойлардан көкірегімді қызғаныш кернеп, өкініштен өзегім өртенді. Сол күні мазам қашып өз орнымда байыз тауып отыра алмадым. Содан жаңадан танысқан азаматқа хабарластым. Сөйтіп мені келіп алып кетші, бір жерге барып отырып әңгімелесейікші деп едім. Ол келісе кетті. Бір сағаттан соң келемін деген соң көкөністерімді жинап, складқа өткіздім де, азаматты күтуге такси тұратын автобекетке қарай келдім. Азаматпен телефон арқылы тек дос ретінде сөйлесіп тұратынбыз. Ақкөңіл жақсы жігіт еді. Тауар әкелетін кезде де көлігімен келіп көмектесіп тұратын. Сөйтіп бір шетте азаматты күтіп тұрғанымда Серіктің ауылдағы сыныптасын көріп қалдым. Тура алдыма келіп көлігімен тоқтады. Сөйтіп мені көріп қалды да ыржаңдап келіп амандасып, Жансая қалайсың? Секоның ұлы қалай? Өсіп жатыр ма? Қайда тұрып жатсыңдар? Сeko екеуіңнің ажырасып кеткендерің өте өкінішті деп сұрағымен әңгімесі аралас тоқтамай сөйлеп кетті. Мен барлығы жақсы деп көп сөйлескім келмеді. Кетіп қалайын десем ыңғайсыздандым. Ол болса тоқтамай әңгімесін айтып жатыр. Содан бір кезде кел бір суретке түсіп алайық деп телефонын шырт еткізіп, мені суретке де түсіріп үлгерді. Өзі бұрыннан осындай сөйлеп қалған жігіт еді. Осылай тұрғанымызда жанымызға азамат келіп тоқтады. Оның келіп қалғанына қуанып кеттім. Серіктің досына сау боп тұр деп көлікке отырып кетіп қалдық. Азаметпен ауылдың сырт жағында дәмхананың жазғы алаңына барып отырдық. Мен оған іштегі бар сырымды, өткен өмірім жайлы айтып бердім. Ол болса жап-жас болып осыншама нәрсені бастан өткіздің бе? Олың бар екеніне де сен алмаймын. Ажырасқан келіншекке де ұқсамайсың деп таңғалды. Азамат та осы елге бізден бұрынырақ келіп, жайғасып қалған оралман екен. Отбасында жалғыз анасымен тұрмыстағы қарындасы ғана бар екен. Әкесі осыдан 2 жыл бұрын қайтыс болыпты. Сөйтіп екеуміз біраз отырып, жаңғысы әңгімелесіп, отырып қайттық. Азаматпен әңгімелесіп ішімдегі шығарып жақсы болып қалдым. Уақыт өте ол екеуміз жақсы дос болып кеттік. Осылай жүргенімде базардағы Серіктің ауылының бір келіншегі сырғалым, Жансая, мен саған бірдеңе айтайын ба? Бірақ маған ренжіп жүрме деген соң жанына барып, не ол? Не жайлы деп едім? Сен анау Айтжанды білесің ғой, Серіктің сыныптасы. Сол кеше менің күйеуім және Серік жандарында тағы да ауылдың 1-2 жігіттері бар. Гүлайдың дүкенінің алдында сыра ішкен екен, сол жерде әлгі Айтжан сен туралы бір әңгіме айтыпты. Серікке сені базар жақта бір жігітпен көлікте құшақтасып отыр. Бұрынға ерің жүріс жүретін келіншекке айналып кетіпті дегендей. Содан Серік ашуланып Айтжанмен ерегісіп, соңы төбелеске дейін барыпты. Сонда Айтжан Серікке бұрынғы қатыныңды қызғанып тұрсың ба десе, Серік, ол менің баламның анасы. Ол ондай адам емес. Порядочная, оған тіл тигізбе деп сені жақтап сөйлеген екен. Сөйтсе Айтжан, сенбейсің бе? Қара. Өткенде ғана менімен қылмыңдап суретке түскен деп, екеуінің түскен суретіңді көрсетіпті. Содан Серік баламды қолыма аламын деп қатты ашуланып кетіп қалыпты. Так что байқап жүр Жансая дегенінде көз алдым тұманданып, аяқ қолым қалтырап кетті. Елдің өсегіне қалып, баламнан айырылып қаламын ба деп қатты қорқып кеттім. Сөйтіп жанашыр болып жүрген азаматқа звондап, көзіме жас алып, әлгі әңгімені айтып етіп, ол ешкімнен, ештеңеден қорықпа, кешке келіп алып кетемін. Сол кезде сөйлесеміз деді.
Содан сол күні кешке дейін не сатып, не қойғанымды білмедім. Басым ауырып, бойымдағы қорқынышты сезімнен айырыла алмадым. Осылай жүріп кеште болды, базарда тарқай бастағанда Азамат келіп мені алып кетті. Сөйтіп екеуміз ауылдың шет жағына шығып, көлікте отырып әңгімелестік. Сол жерде Азамат мені біраздан бері ұнатып жүргенін айтып, үйленуге ұсыныс жасады. Қапелімде мен оның мұнысынан сасып қалдым. Не деп жауап берерімді білмей қалдым. Кейін ғана өзімнің тұрмыста болғаныма, баламның барына анасы қалай қарайтынын сұрап едім. Ол, Жансая, мен де бір рет үйленіп ажырасқанмын дейді. Оны менен жасырғанын айтты. Бірінші әйелімен 6 ай ғана бірге тұрған екен. Ажырасуға себеп болған анасының ауруы екен. Анасының денсаулығы жоқ көрінеді, ауытқуы бар екен. Осы себепті әйелі ауру анаңа қарай алмаймын деп кетіп қалыпты. Содан сені ұнатамын, адал, жақсы келіншексің. Маған тұрмысқа шықсаң балаңды ешкім сенен тартып ала алмайды. Өсек аяңда тыйылады, толыққанды отбасы болайық. Ұлыңа жақсы қарауға уәде беремін деген соң өзім үшін, балам үшін де тұрмыс құрғаным дұрыс болар деп ойланбастан келістім. Сөйтіп арада 2 жетідей уақыт өткен соң некемізді қидырып, Азамат екеуміз 2 жарты бүтін болып, бір-бірімізге сүйеу болып, өзара келісіп отбасын құрдық. Менің бұл шешіміме ешкім араласпады. Анамдар да қарсы болмады. Сөйтіп Азаматтың үйіне баламмен көшіп бардым. Үйлері аса үлкен емес, ауласы мен бақшасы бар, шағын ғана жер екен. Анасы шынымен жыл мезгілдерінде денсаулығы болмай ауытқуы ұстап, маңқиып ауырып қалады екен. Ондай кездері қарап жүрмесе түндерде тұрып, көше кезіп кететіні бар екен. Сонда да ол кісіні жас баладай күтіп, барынша қарап отыруға тырысып бақтым. Алайда 2-ші рет тұрмыс құрып керемет бақытты болып кеттім деп айта алмаймын. Өйткені Азаматтың менен жасырған тағы да бір сыры бар екен. Ол ащы суға құмарлығы еді. Жиын тойда ішіп қояды екен де, содан 4-5 күнге ары кетсе 1-7-ге сапойға кетеді екен. Мұндай кездері өз ісіне есеп бермей арқасы бар адам секілді көздері стеклянный болып, әкіреңдеп, әркіммен бір ерегісіп, ұрыс жанжал іздеп кетеді екен. Мұндай кездері балам одан қорқып, шырқырап жылап кететін. Нағашы атасын айтып сонда да кетейікші деп жалынып жылайтын. Мен болсам жанымды қойырға жер таппай, баламды жұбатып, Азаматты әкеліп, алдап сулап жатқызуға тырысатымын. Оны дұрыс білмей жатып, асығыс шешім қабылдаппын. Амал жоқ, 2-ші рет тұрмыс құрып отырған соң шыдауым қажет. Оған бұлай ішкенін қойдыруым қажет деп күресу бастадым. Сау кезінде тым жақсы жігіт, ішіп алса адам танығысыз болып кететін еді. Осы кездері алғашқы неке, Серікпен ата-анасы есіме түсіп, бірінші бақ, 2-ші бақ деп босқа айтылмаған екен ғой деп, іштей қатты күйінетін едім. Балама да обал қылдым-ау деп жылап алатымын. Осылай жүргенде аяғым ауыр екенін білдім. Мұныма Азамат қатты қуанғанымен, өз басым аса қуана қоймадым. Өйткені күйеуіме сенбейтімін, балаларымның болашағына алаңдаулы едім. Дегенмен ішке біткен шарананың еш жазығы жоқ еді. Сонымен көңілем түсіп, сүреңсіз сұрықсыз күн кешіп жаттым. Енем ауру, күйеуім 1 ай сау болса, 10 күн мас болады. Өзім аяғым ауыр, шеріктік кезеңінде едім. Осылай жүргенімізде бір күні Азамат және ішіп келіп, маған тиісе бастады. Маған тигеніне өкініп жүрсің бе? Әлде бұрынғы байыңды сағынып жүрсің бе деп, әрде мені бір айта бастады. Сөйтіп мен де үндемей отырып едім. Жауап берсеңші деп бетімнен шапалақпен салып жіберді. Мен одан мұндайды күтпеп едім. Қанша ішсе де қол көтермейтін күйеуім осы жолы менің аяғымның ауыр екеніне де қарамай, ас үйде және қол көтермекші болғанында, ұлым шырқырап маған қарай жүгіріп келе жатыр еді. Азамат қолымен қағып жіберіп, мен ұстап үлгергенше балам ас үйдегі столдың қырына басымен қатты соғылды. Содан сылқ етіп құлап басынан аққан бетін жуып бара жатты. Басыма қонған бағымды бағалай алмай, кезінде бір сәттік ашу ызаға беріліп, істеген ісімнің соңы осылай болды. Енді өкінгенмен не шара. Балаларым үшін өмірмен күресіп, оларды аяққа тұрғызуым қажет деп, есімді жиып, қалпыма келе бастадым. Арада біраз уақыт өткен соң қыз бала босандым. Ал анам ақшаның басын құрап, тұрып жатқан ауылымыздың шетінен жер алдық. Сөйтіп нағашыларымыздың көмегімен 4 бөлмелі үй тұрғызып алдық. Азамат сол кеткеннен мені мазалап келмеді. Ал Серік ауылдағы үйін сатып қаладан үй алып көшіп кетті. Кетерден алдын базарға келіп екеуміз отырып сөйлестік. Сол жерде мына 7 сотық жер ұлыма деп, өз атыма рәсімделген құжатты көрсетті. Мына жерді ұлыма алып қойдым. Ер жеткен соң өз атына рәсімдеп, қолына беремін.
Ал қазірше менде болады, мұнан ата-анам мен әйелімде хабары бар деді де, ай сайын ұлымның қажетіне белгілі бір мөлшерде ақша аударып отырамын. Ел қатарлы балабақшаға бер, кейіндер. Әкесі жоқ бала секілді жүрмесін. Ештеңеден таршылық көрмейді. Тек әкең тастап кеткен деп, мені жамандамаңдар. Есі кіргенде мені іздеп келсе қуана қарсы аламыз дегенінде, еріксіз көзіме жас келді. Ішімнен Серікті бағылай алмағаныма қатты өкіндім. Серік сол сөзінде тұрып, ай сайын ақша салып отырды. Қазіргі таңда ата-анаммен бірге тұрып жатырмын. Ұлым биыл 16-ға толады. Есі кіріп ершетіп қалды. Оған Серікке уәде бергенімдей, әкесі жайлы ешқашан жаман сөз айтқан емеспін. Ұлым өте ақылды, сабақты да жақсы оқиды. Кішкентайынан атасына жақын болып өскендіктен, әкесін сұрап іздеген емес еді. Атамның баласымын дейтін. Тек өткенде ғана әкемді көрсем деп, бір сөзінде айтып қалды. Ол жағының қалай боларын әзірше білмеймін. Серікке де бұл жайлы әлі ештеңе айтпадым. Ал Серіктің бүгінде 3 баласы бар, қалада тұрады. Жақсы қызметте істейді. Ата-енемде қалаға көшіп кеткен. Ауыл жаққа өте сирек келеді екен. Қызым болса ол да өсіп қалды. Бұл қызымды да туып алғаныма Құдайға шүкір деймін. Олымен екеуі бір-біріне жанашыр, серік болып жүр. Ал әпкем болса, екінші рет тұрмыс құрып кетті. Көрші ауылда тұрады, сіңлімде тұрмысқа шықты. Мен осы шаңырақта ата-анаммен қалдым. Сол баяғы базарда саудадамын. Қазіргі жағдайымыз жаман емес, тұрмыс құрмадым. Тәңірі адамға 3 рет қана бақ береді екен ғой. Соны ұстап қалсаң бағыңның жанғаны. Ал егер ұстап қала алмасаң, бақытсыз болғаның екен. Осы себепті бақытты да адал жолмен іздеп, басыңа қонып жатса бағалай білу қажет екен. Әңгіменің соңы. Мен автордың бір туындысын кездейсоқ оқып қалып, өз парақшасына кіріп басына бастым.